Сәлеметсіздер ме, достар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Менің алғашқы каналыма қош келдіңіздер. Менің алғашқы каналымда астрономия және технология жайлы ақпараттар алмасатын боламыз. Бүгінгі біздің алғашқы видеомызда қос жұлдыздар жайлы мағлұматтар болатын болады. Ал онда біз бастаймыз. Қос жұлдыздар тақырыбына тоқталып кететін болсақ, қос жұлдыздар жалпы гравитациялық тартылыс әсерімен бір ортақ нүкте маңында айналып жүретін екі жұлдыздан құралған жүйе. Астрономдардың ойынша, бізге көрінетін жұлдыздардың көбі екі жақты немесе көп жақты жұлдыздар жүйесінің мүшелері. Ең көп зерттелетін екі жақтың жұлдыздары жүйесіне сүмбіле, алголь және аққу X1 жатады. Қос жұлдыздардың қалыптасуы қос жұлдыздар жүйесінің барлық басқа жұлдыздар секілді газ тәрізді бұлттардан түзеледі. Алайда, қос жұлдыздардың қалыптасуы сол ыдырап жатқан бұлттан бір ғана жұлдыз емес, одан көбірек жұлдыз пайда болуы нәтижесінен болады. Қос жұлдыздар түрлері. Әдетте қос жұлдыздар олардың визуалды қасиеттеріне байланысты бөлінеді. Жай қарағанда немесе телескоп арқылы көрінетін қос жұлдыздардың визуалды қос жұлдыз деп, ал спектроскоп көмегімен анықталып, қос жұлдыздардың спектроскопиялық қос жұлдыз деп аталады. Кей қос жұлдыздардың сыңарлары бір-біріне өте жақын айналғандықтан бірін-бірі жауып қалу жиі кездеседі. Мицар Алькор деп аталатын жұлдызбен оптикалық қос жұлдыз жүйесін құрайды. Оптикалық қос жұлдыздардың шынайы қос жұлдыздарға жатпайды. Әдетте олардың арасы өте қашық болып келеді және олар ортақ масса айналасында айналып жүрмейді. Аққу X1. Аққу шоқ жұлдызында орналасқан реткенді қос жұлдыз. Мұның HDI 226868 деп аталатын өз айналасында қозғалып жүретін өте алып көк түсті айнымалысы бар. Аққу X1 1964 жылы анықталып, содан бері ең көп зерттелетін жұлдыздардың біріне айналды. А және В сүмбілесі. Сүмбіле аспандағы ең жарық жұлдыз. Ал А сүмбілесі мен В сүмбілесі жұлдыздарынан жасалған қос жұлдыз жүйесінде жатады. А сүмбілесі және заманнан белгілі, ал В сүмбілесінің барлығы туралы 1844 жылы тұжырым жасалып, 1862 жылы алғашқы рет дәлелденді. Алголь. Шайтан жұлдыз деп аталатын Алголь Персей шоқжұлдызындағы жарық жұлдыздар жүйесі. Ол А, В және С алгольдары жұлдыздарынан тұрады. А және В алгольі тұтылмалы айнымалы қос жұлдыздар. А алгольн, В алгольі әрбір 2 күн 20 сағат және 49 минут сайын 10 сағатқа жартылай жауып тұрады. Мінекей, достар, видеомыздың соңы да аяқталып қалды. Алғашқы видеомыз қос жұлдыздар жайлы болатын. Бүгінгі қос жұлдыздар жайлы мағлұмат алғандарыңызға мен өте қуаныштымын және өте қызықты болды деген ойдамын. Ал достар, видео ұнап жатса лайк басып каналға жазылып кетейік. Дәл осындай астрономия, технология, қазақша контенттерді дамытайық. Келесі видеода ғаламның пайда болуы жайлы айтылатын болады, достар. Асыға күтіңіздер.